Сәлем достар! Сәлем достар! Біздің Кукабик арнамызға қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз Бегім екеуміз Корея елінің тәттілерін жеп көретін боламыз. Мына жерде түрлі тәттілер бар. Қазір видео барысында көретін боласыздар. Сіздер видеоны ары қарай көрместен бұрын біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер, достар. Ал онда біз бастаймыз. Так, қайсынан бастап жеп көреміз? Мынаны жеп көрейікші? Розовыйды. Мына достар осындай. Түрі ондай секунды көрінеді екенше. Ол, кажется, бізде печенье. Қазір ашып көрейік. Ішінде мынандай неде тұрады екен, қолдарда. Өтте. Шайлардікі сияқты, иә? Рәсімет. Ішінде ойбай іші мынандай екен. Сыртында да көрініп тұр екен ғой, иә? Достар, мінекей, іші осындай болады екен. Күшті ғой? Іші, достар, мынандай болады екен. Ішінде шоколад бар. Өте дәмді екен. Күшті. Еще андай хрустить етіп тұрады, иә? Қытырлақ, сондай күшті. Арасында начинкасы бар екен, шоколадный. Күшті. Маған негізі осындай пішіне оламайды. Әртүрлі сурет тұрады ма? Сыртында андай бөпелердің суреттері бар, дәл мынау коробкасындегідей. Ұйықтап жатқан бөпе, көзін жұмып тұрған бөпе, күліп жатқан бөпе, сондай, иә? Смайлик сияқты. Иә, күшті. Бізге сатып алу барысында біз міндетті түрде сұрап көрдік. Бізге халал деп айтты, иә? Халал, үй еще құрамы таза деді. Күшті. Келесі. Бегім таңдасын. Чипсы жеп көрейік. Чипсы ғой негізі. Иә, чипсы ғой. Корейский чипсы, достар. Мынандай екен. Креветки. Креветкиден мен жасалған чипсы корейский. Достар, ішінде чипсы мынандай болады екен. Бір иісі бар, иә? Кәдімгі балықтың дәмі сияқты. Түсініксіз көресің. Иә, түрлі дәмі бар екен. Чипсыдан, достар, кәдімгі балық болады ғой. Сондай кәдімгі балықтың дәмі шықты. Несін ба? Жоқ, маған несін алмас. Маған мына чипсы маған жоқ, достар. Кәдімгі тірі балықтың дәмі шығады сияқты. Енді келесі. Може. Ана печенье ма? Давай жеп көрейік. Орео ма? Корейский? Ананасовый печенье. Орео ұқсайды екен, достарымызге сіздерге жақыннан былай көрсетіп жіберейік. Осындай екен. Орео. Ананасовый. Прям ананастың дәмі ма? Пакетикте тұрады екен. Ішінде екі пакетигі болады екен. Ой, прикольный, иә? Достар, мынандай печенье. Кәдімгі бізде де бар емес пе осындай печеньелер, ә? Дәмі күшті ғой, ә? Өте күшті, ананастың дәмі шығады. Иә. Достар, егер де корейский тәттілерді алатын болсаңыздар, сырты осындай печеньені алып жеңіздер деп ұсынар едім. Дәмі күшті екен. Күшті. Енді келесі бізде Бегімге китайский рамендар, кимчилар, китайский суптар былайша ұнайды. Енді біздің Бегімге былайша ащы заттар ұнайды ғой. Қазір біздің Бегім. Мына жерде екі түрлі рамен бар. Біреуі өте қатты ащы кимчиден жасалған. Меніңше ондай суптарды жақсы көре бермеймін. Сіз қандай жек көресіз? Қайсысы ашысы, мама? Мынау ащы, иә, қатал. Осын жек көремін. Кәдімгі неде кимчи отырғандай болады. Ал онда момент жек көреміз. Ал достар, жаңағы раменді
Мен бегімге дайындап әкеліп бердім. Ал достар, дәмін көрейік. Иісінен білініп тұр, өте ашық екен. Дәмін көреміз. Ашылығы сезіліп тұр негізі. Өте ашық екен. Дәмі де жақсы. Жақсы ма? Жақсы. Достар, бұл корейский суптың бір айырмашылығы, мысалы бізде магазин сутындардан. Бұның ішінде осы тек лапшасы ғана болады, тек ішінде бұрышы ғана болады екен. Болды. Мен басқа ешқандай қоспасы жоқ, мен бұрыш и лапша. Сөйтіп, біздің бегімге ұнады ма? Ұнаған сияқты, әлі тоқтай алмай жатыр деймін. Өте қатты Ал бегім лапшасын жей берсін, мен келесі нәрсені таңдаймын. Келесі, печенье жеп көреміз ба? Біздің кәдімгі пеперовый, пеперовый. Капын ашып көреміз. Достар, мінекей, опа күшті. Корейский заттардың бір айырмашылығы. Күшті упаковка береді екен, ашып көрейік. Күшті, аппетитный көре. Мінекей, іші осындай. Күшті. Я достар, өте дәмді екен. Күшті. Бір жесең тоқтай алмай қалады екенсің. Ал енді біз сулардың дәмін ішіп көрейікші, Көрейік. Менде біз екі түрінен алдық осындай. Біреуі анау персиктен жасалған түрі осындай. Екіншісі осындай екен, атын білмеймін. Ол персиктен жасалған деді ғой. Бұның дәмі персик дәмі, менде тоже персик, бірақ басқа түрі. Мына басқа түрі. Қазір ішіп көреміз. Вау, күшті ғой мынаның дәмі деген, Без газа еще, Кәдімгі соқ қой мынау. Бізде безгазированный ғой. Мынаның дәмі фантаға ұқсап екен. Несі бар ма? Газ бар ма? Газы бар, фантаға ұқсап тұр. Достар, менікі кәдімгідей не екен? Газированный емес екен, кәдімгі сок бар ғой, магазиндегі дәл сондай дәмі. Берейін маған дәмі күшті, ұнақ толық маған. Қайттан барып алып іше беретін сияқтысың ғой, ұнап қойған соншалықшы. Күшті, достар. Мындай ішіп көріңіздер сіздерде, дәмі күшті екен. Вау! Бізде соңғы қалғаны мынау рамён. Қазір бұны бегім жеп көретін болады. Ал достар, рамён жейіп отыр бегім. Достар, бұл да өте ашық сияқты. Екінші рет рамён жейіп отырмын десей. Қатардан екінші рет. Башы аты рамён болған менде, заты кәдімгі китайский суп сияқты, Негізі қатты айырмашылығы жоқ жаңағымен. Бұл да ашы, бұл да ашы, қатты айырмашылығы жоқ екен. Бір нәрсе, Біз негізі әдейі екі түрінен алған болатынымыз, аттар да бөлек, бірақ бәрінің дәмі бірдей, Өте ұқсас дәмдері. Достар, бүгінгі біз бегім екеуміз Кореяның, яғни нағыз Корея елінен келген оригинал халал өнімдерін дәмін таттық. Маған барлығы да ұнады. Тек ішінде нау чипсы ғана ұнаған жоқ маған. Өйткені балық дәмі шықты, кәдімгі шикі балық болады ғой. Дәл сондай дәмі шығып тұр. Маған сосын ұнаған жоқ. Сәлемдер. Маған да осы ғана ұнаған жоқ. Қалған бәрі өте жақсы, дәмді екен. Әсіресе, достар, әсіресе мынау сок вообще күшті ұнады маған. Достар, сіздерге бүгінгі видеомыз ұнады деп ойлаймын. Біздің арнамызға міндетті түрде тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер. Біздің арнамыздан қандай видео көргілеріңіз келеді, оны да комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, достар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.